Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Менің шығып отырған себебім мынау қазақ елінде болып жатқан жағдай. Мынау қазақ елі деп айтып жүрміз, енді қазақ елінің барын көрмей тұрмын. Жер сатылып жатыр, ел сатылып жатыр. Қазақ елі үнсіз, өкінішке орай. Мынаны көріп отырсыздар, Батыс Қазақстан Атырау облысының әкімі 100 мың гектар жерді Қытайға береміз деп айтып отыр, оған көніп отыр. Көніп отырғанда енді бұл түсінікті, оны жоғары жақтың оның аузына салып беріп отырған сөзі, дәл осы жолы үнсіз қалатын болсақ, сатылады. Оның кейін сатылған жерді басқа дәл Қытайдан қайтарып алам деу, ол тек қана арман ғана болып қалады бізге. Осыған енді үнсіз қалуға болмайды. Қазақта не қалды қазір? Жеріміз бен тіліміз кетсе, онда қазақ болып, ел болып жарытпаймыз біз. Сондықтан дәл осы жолы бүкіл қазақ болып шулатуымыз керек. Еш болмаса митингке шықпасақ та, митингке шығармайды да бізді. Қазақтың бар байлығы, астыда үсті байлығы бәрі сатылып жатыр. Енді онымен қоса жерді де сатып жатыр. Тоқаев соңғы кезде Қытайға менен Ресейге барғыш, әйтеуір келісімге қол қойыш. Ол ешқандай жариялы түрде емес, және қандай келісімге қол қойылып жатыр ол. Бәрі құпия түрде. Біздің әрбір қазақ сатылып та кеткен шығар осы күнге шейін. Біз бір-бірімізді артымыз шығып жүрген кезде. Менің өз басым жердің сатылуына да қарсымын. Түбегейлі қарсымын. Сатылмақ түгіл, шетелдіктер жалға беруге де қарсымын. Ол ешкімнің жеке меншігі емес, ол халықтың жері. Ата-бабамыз аманаттап тастап кеткен. Сондықтан оны сатуға ешкімде құқығы жоқ. Президент бола ма, басқа бола ма. Мынау халықтың үнсіздігі мені таңғалдырады. Сонда ешкімге еш нәрсе керегі жоқ па? Сонда бары мынау көп болса 500 шығар осы Қазақстан бойынша белсенділер. Айқайлап, шырылдап жүрген солар ғана. Жерің сатылып жатыр, суың сатылып жатыр, байлығың бәрі сатылды, кетті. Тіліңді тұншықтырып жатқан мынау дініңді де бөліп жарып, быт-шытын шығарып жатыр. Мынау шындықты айтып, әділдікті қалап жүрген боздақтарымыздың сотталып жатса, анау бірінен кейін бірін соттап жатыр. Кішкене халықтың беткештер азаматшаларын. Марат Шыламбаев отыр, 10 жылға сотталуын талап етіп отыр дейді прокурор. Айгерім қызым сотталды. Қалас Нұрпейісов сотталды. Ержан Елшібаев ол сотталып отыр. Сұрок үстіне сұрок жамап. Бірақ егер дәл қазір мынау жағдай қайталана берсе, сол Маяқ ата Скрайв деп жатқандар бірінші құлдыққа түсетін солар. Дәл солай болады. Бізді құлдыққа әкеле жатыр мынау сатқын билік. Балық басынан шірейді деп бекер айтқан ба? Басшымыз анандай болса, әрине бәрі сатылады. Асқар Сенбай бауырым бар, Еркін Қазиев бар. Көп қой айта берсең, бүкіл Қазақстан бойынша репрессия жүріп жатыр. Дәл шыншыл азаматтарымызға. Өкінішке орай. Ал біздің жүрісіміз бір-біріміздің артымыз шығып, анау сатқын, мынау сатқын деп. Бұл жалғаса беретін болса ешқашан бірлікте болмайды.
бірлік болмаған жерде тірлік те жоқ. Құлдыққа түсетініміз анық. Қазір мынау жер сатылып жатыр, АЭС сағамыз дейді. Мынау тиісімізді жөндеп ұқсат алмай жатқан кезде АЭС соғамыз деген тіпті масқара нәрсе бұл енді. Қай беттермен АЭС соғамыз деп отырғандарын түсініксіз. Халықты оптым құрайын деп отырған сияқты бұлар. Атты, шапты, қудалады, соттады, әйтеуір. Одан бұғып қалып жатқандар жоқ, шындықты айтқандар айтып жүр. Оларды да соттауда. Сондықтан да мен АЭС салуға да қарсымын. Жер сатылуына түбегейлі қарсымын. Бөкенді құрып жатыр. Оған да қарсымын. Саяси тұтқындардың бәріне мен бостандық талап етем. Егер де қазақ енді осы күйінде отыра беретін болса, құлдыққа түсетініміз кәміл. Батыр дейміз, атауымыз батыр болған деп. Атауымыз батырлығы не қыламыз, өзіміз қатын болып үйден шығуға қорқып отырсақ. Қазақ текті дейміз, мен текті қазақты көріп отырған жоқпын қазір. Шынымды айтсам, осы мынау көшеде жүрген санаулы ғана белсенділерден басқа. Бәрі құлқының құлы болып кеткен көбісі. Ертеңгі күнін ойламайды, болашағын ойламайды. Ертең біздің ұрпағымыз бізге қарғы сатқанда не істер екенбіз? Елді, жерді, тілімізді бәрін беріп қойып, қарап отырып. Мынау енді дәл осы мынау жерге жер үшін шықпаған халық, ол халық емес. Еш болмаса осы әлеуметтік желіні шулату керек. Мынау Атыраудың әкімі өзінің ойын айтып отырған жоқ, ол жаңағы жер берем деп. Оны жоғары жақтан келген бұйрық сол аузына салып отыр бұның, халықтың аңысын аңдап. Егер де халық үндемей қалатын болса, сатылған ол жердің. Мүмкін сатылып та кеткен шығар, біз үйде тығылып отырған кезде. Сондықтан бауырларым, жаппай әлеуметтік желіні шулатайық, жердің сатылуына қарсы болайық, АЭС-тің сатылуына қарсы болайық, саяси тұтқындарға бостандық талап етіп шығайық әлеуметтік желілерге. Өйткені мен осы қарсы сотталып жатқандардың ешқандай кінәсін көріп отырған жоқпын, шындықты айтқаннан басқа. Ешқандай кінәсі жоқ. Мынау Тоқаев пен Назарбаевтың құрған жүйесі осы шындықтан қорқып отыр. Бұл Тоқаев 7 жыл отыра қоймас. Оны өзінің қасында ғана жүрген 200-ді суайттар ғана бір күні аяғын аспаннан келтіреді мұның. Тек қана сол кезде сақ болайық. Біреулер айтады, соғыс болуы мүмкін, 2 қаңтарға келе жатыр деп. Әбден мүмкін. 2 қаңтар жасауы да мүмкін бұлардың. Тақталас қой. Оны жасайтын кім? Оны жасайтын қарапайым халықты көріп отырған жоқпын мен. Көшеге шығып, өз құқығын қорғап, талап етіп шығатын. Оны сол өзінің Тоқаевтың қасында жүрген 200-ді сұмырайлары бар, суайттары бар. Солар жасауы мүмкін. Сондықтан қазақ елім, өтініш сіздерден. Ешпен сосы жердің сатылуына, АЭС-тің салынуына қарсы болайық. Тек қана шыққан себебім сол еді, өз ойымды айтайын деп. Қазақтың бір жапырақ жерде сатылмау керек ешкімге, жалға да берілмеу керек шетелдіктерге. Менің ойым осындай. Мен және менің бүкіл отбасым, туған туысқан бәріміз қарсымыз бұған. Түбегейлі қарсымыз. Мейлі сау болыңыздар. Рахмет бәріңізге тыңдағандарыңызға.